ел достардың өзі жеңіліп жүрген кезде жалғыз Абиба ғана қазақ дзюдосының еңсесін көтеріп жүрген сол болды мысалы. Қазақ әншейіне мақтанады ғой, құралайды көзге атқан мерген деп. Садақ мылтық атуда жоқ. Біз ойлаймыз, ол федерация басшыларының немқұрайлығы ма, әлде бапкерлердің білімсіздігі ме, әйтеуір сондай дарынды жасты үлкен деңгейге көтере алмады. Қазір мысалы Сулманидзе қайда? Сулманидзе биікте. Ал Бекарыс қайда? Бекарыс құмға сіңген. Мысалға ең басты медальдар топырлады, бокстан аламыз деп ойладық қой. Сатчан Қайратты мен жақсы білеміз, мықты білікті бапкер, оған расында да дұрыс жұмыс істеп берді ғой. Қазаққа қос алтынды алып берген жалғыз Тұрсынғали ғана. Париждегі бокс олимпиадасында ең хейт алған Иман Хелиф, содан кейін мен ғой. Путинцева мен жаңағы Рыбакин. Путинцеваны айтып отырған жоқ мен. Ауырады бітіріп тастайды. Жарайды, бітір. Сөзіңді аяқта. Қысылмасашы. Мен дұрыстан сөйлеп, енді қазір айтамын. Эфирге кетеді. Жоқ сөзді білмесе енді мен айтамын. Қысқа айтсай. Қысқа айтып отырмын. Болмаса төбелесесіздер ма? Ұзақ сөйлеп. Армысыздар ардақты ағайын, араға 6 ай салып берген жобасы қайта жалғасын тапты. Біз бұл шығарылымда төрт тілдіне көз тіккен 33-ші жазғы олимпиада туралы айтатын боламыз. Толыққанды айтқан кезде осы бір жарыстың нүктесін қоюға бүгін қадірлі қонақтарымызды шақырдық. Олай болса, қабыл алыңыздар. Бүгін біздің студиямызда белгілі спорт журналисті, Сетант арнасының комментаторы Шалқар Есте мырза. Қош келдіңіз Шалқар аға. Және тағы бір қадірлі қонағымыз бар. Дәл осы Берен жобасының негізгі жүргізушісі, араға жыл салып, жылға жуық уақыт салып біздің жобамызға қайта оралған Береннің жүргізушісі, елімізге белгілі спорт комментаторы, қазіргі таңдағы Спорт Плюс арнасында комментаторлық қызмет атқарып жүрген Егемен Қазақстан газетінің журналисті. Біздің ағамыз Ғалым Сүлеймен. Қош келдіңіз Ғалым аға. Армысыздар. Қалайсыз, жақсысыз ба? Бәрі жақсы. Аман-есен. Көрермендеріңіз сағынып қалды сізді. Құдай қаласа әлі қызықты бағдарламаңызды көресіздер. Міндетті түрде осыдан кейін енді Берен жобасында осы бір азаматтарды жиі көретін боласыздар. Шалқар ағамыз құдай қаласа бұйыртса Беренде футбол жайлы көбірек қозғайтын болады. Құдай қаласа аға, келісіп көрермендерге уәдемізді беріп алайық. Болды. Жақсы жоба негізі. Жалпы өзіңіз көріп тұрасыз ба Берен? Көріп тұрамын. Енді әңгімеміздің басын дәл осы сіздер жүргізген Астана төрінде 2 аптаға жуық елімізге 5 арнадан 30-ға жуық комментаторлар хабар таратты. Таңнан түнге дейін жұмыс атқардыңыздар. Жалпы қалай болды комментаторлық қызмет Астанадағы? Енді ең бірінші кезекте осы төрткүл дүние жанкүйерлердің көгілдір экранға көз тіккен 4 жылдықта бір өтетін осы дүбірлі доданы көрсетуге бізге репортаж жасауға мүмкіндік берген Қазспорт басшылығына, Қазспорттың ұжымына алғыс айтамыз. Өте жақсы болды, барлығы жайлы болды. Өздері бүкіл мәселесін көтеріп, біздің сол жарыстан комментарий жасауымызға жақсы мүмкіндік берді. Оны біз ойдағыдай атқарып шықтық деп ойлаймыз. Жалпы комментаторлар негізі қалай таңдалып алынды дейсіз Шалқар аға? Атақ абыройына мән берді ма, әлде танымалдылығына ма, әлде талантына ма? Оны енді білмеймін, сұрақ бізге емес негізі. Бірақ сол тәжірибесіне қарады ғой деймін көбінесе. Өйткені жас комментаторларды аса көп көрмедік сол жерде. Енді хабар арнасында басқа жақта болды жас комментатор. Қазақстан мен Қазспорт көбінесе тәжірибелі комментаторлар жинады. Енді ол да дұрыс шығар, тәуекел етпейік деген шығар енді. Жалпы осы комментаторлық қызметте комментаторларды спорт жарыстарға бөлу қалай жүзеге асты? Өздеріңіз сұрап алған сәттер болды ма? Мысалға Алмағайын сіз күрес жақсы жүргізесіз деген сияқты. Жоқ, ол жерде бокс жақсы жүргізеді. Ол жерде мамандар отыр ғой, оларды біледі кімнің қай спортқа қабілеті бар екенін. Сондықтан да біз жүргізіп өтіп өзімізге бейім спорттарды беруге тырыстық. Мәселен, мен көбіне дзюдо, грек-рим күрес, еркін күресті алдым. Сол секілді ара-тұра боксты көрсеттік. Енді кейбір сәттерде болады, басқа да спорт түрлеріне адамдар тарту керек болады. Енді бүкіл спорт түрлерін білу мүмкін емес қой бәрін. Сол кейбір спорттарға соған дайындалуға тура келді. Сол арасында гандболды да, ватерполды да, жеңіл атлетиканы да және басқа да спорт түрлерін жүргіздік. Ал негізгі дайындығымыз сол өзіміздің оң жамбасымызға келетін спорт түрлері болған, соған дайындалдық. Ғалым Сүлейменнің байдарка жүргізіп отырғанын көріп күлдім мен сыртынан.
енді осы жаңағы спорт түрлеріне келген кезде көрермендердің де көптеген жаңағы әлеуметтік желілерге жазып жатыр ғой. Енді Парижде спорттың 32 түрінен жалпы 329 медальдар сарапқа салыныпты. Енді қиынға түскен жаңағы спорт түрлері болды ма енді? Жүргізу барысында біз білмейтін жүргізу барысында ма? қызықты сәттер болса, бір осындай болып қалды деп айтатындай. Енді мен мысалы не жүргіздім? Басында кішкене қиналдым шыны керек. Велоспорттан марафон 6,5 сағат жүргіздік. Ана жерде табиғатты суреттейсің, спортшыларды айтасың. Былай қарасаң, басында қорықтым енді, жүрексіндік. Қалай болады бұл 6,5 сағат тоқтамай сөйлеу. Велоспорт маман емеспіз, бірақ дайындалып, әйтеуір кішкене. Жарыс басталғаннан кейін бір ішіне кіресің атмосферасына. Сөйтіп, сондай несін табасың әйтеуір, жүргізудің әдісін. Содан кейін жел аяқтардың марафоны. 42 шақырым, 195 метр. Соны жүргіздім, ол да бірінші рет, енді марафон бірінші рет жүргіздім. Есте қалатындай болды, керемет екен оның бәрін. Ол жерде де ойлайсың, 2 сағаттан аса ғой, мысалы. Не айтасың, мысалы, футбол емес, бокс емес көз алдыңда жүгіріп келе жатқан спортшыны. Бірақ оған да бейімделіп алуға болады екен. Кейін марафон, Бостон 1947 деген фильмді көрдім. Керемет, тура сол марафонға қатысты, Корея елінің. Енді марафон жүргізбей тұрып көруім керек еді деп өкініп қалдым да. Олимпиада біткеннен кейін көрдім. Сол сияқты енді ең қиын спорт мен ойладым, конкур деймін, атпен сол келмес екен деп біледім. Құдайға шүкір келмеді ана. Не айтасың уже аттың билеп жүргенін қалай? Осы тұрғыда көп көрермендер ойлайды екен, комментаторларға бүкіл ақпаратты сол болып жатқан арна жеткізіп береді деп. Арна жеткізуге тырысады, негізі береді ақпараттар. Бірақ оның бәрін біріктіру енді миыңда жинақтау өте қиын дүние. Өйткені көп ақпарат береді мысалы. Оның ішінде керегі бар, керек емесі бар. Соның бәрін жинақтап алу, өзіңе пайдалысын алу, ол да бір еңбек негізі. Кейбіреулер ойлайды, комментатор барады, 2 сағат сөйлейді. Оқимыз ғой неше түрлі пікір. Ана жақта біреу күні кешке дейін жүріп, 20 мың табады, комментаторлар 2 сағат сөйлеп кетеді. Ол енді қате пікір. Комментатор мысалы өмір бойы деп айтсақ болады, күндіз түні сол ақпараттан қалып қалмас үшін күндіз түні дайындалып жүресің. Бір жаңалықтан кешігіп қалмауың керек. Өте дұрыс айтасыз. Енді жаңағы Олимпиадаға оралсақ, ең қызық жер ол еліміздің спортшыларының жүлделі орындардан көрінген сәті. Жалпы осы Олимпиадада медаль алу кезінде, отандық спортшылардың медаль алу кезінде жаңағы комментаторлық қызмет атқару бақыты берді ма? Мысалға, ғалымға шатаспасам, Елдос Сметовтің алтын алған сәтінде жүргіздіңіз, иә? Осы Олимпиаданың басталған сәтінде енді бірінші дзюдошылар бастады, әдеттегідей сол бақыты маған бұйырды, әсіресе жеңіл салмақта алады ғой бізде. Сол 60-66 кило салмақ алады, енді ара-тұра 73 алады, одан жоғарылардың алып жатқан сирек қой, сол Елдос Сметовтың күресін көрдік, үлкен ерлік жасады. Енді Елдос Сметовтың өзі Олимпиадаға барудың өзі бірақ сұрақ туғызды ғой, өйткені әлемдік рейтингте ол Нұрғанат Серікбаевтан қалып келе жатты, Мағжан Шамшидин бар ана жақта. Сол екі жігіттің арасында біраз не болды ғой, бір бәсекелестік болды, талас болды. Сол аралықта енді көп әңгімелер айтылды ғой. Біреулер Нұрғанат барсын деді, жас деді, біреулер Мағжан барсын деді, Елдос барсын дегендер де болды. Бірақ енді сол оны біраз жасқа келіп қалғанда алға тартты, бірақ соның ақыры соңында ешқандай шара қалмағаннан кейін үшеуін күрестіріп өзара біркеттік жасатты ғой. Сол бәсекеде Елдос ұтты сол үшеуінде. Бірақ ол жарыстан да ұтқанда да бұл жігіттерде әжептәуір бәсекелестік көрсетті ғой, қарсылық көрсетті. Сөйтіп Елдос аттанды, өзінің мол тәжірибесі арқасында осында жеңіс жетті. Ол керемет ерлік деп білеміз, күресін көрдік. Бұрын Елдос бірден бас салып қарсыласын апай-топайын шығаруға тырысатын, бұл жолы өте салмақты, салиқалы күресті, көбінесе қарымта шабуылға жүгініп жүріп, өзінің күшін шамалады. Енді қанша дегенмен біраз жасқа келіп қалған спортшы ғой, дегенмен де соның бәрін есепке алып, дұрыс қорытынды шығарды деп ойлаймыз. Елдостың күресін көрдік, расында да өте керемет күресті, өте жақсы күресті, ойлы күрес болды, салиқалы күрес болды. Бір қарасаңыз енді Елдос жалындап тұрған 24 жасында Рио Олимпиадасына барып күміс медаль алып қалды финалда. Енді біз ойлағанымыз Беслан Мудранов ұтатын шығар деп ресейлік, ұта алмады күміс медаль алды. Оның өзі үлкен табыс болды біздер үшін. Одан кейін жұлқынып тұрған 28 жасында, 29 жасында, 5 жылдан кейін өтті ғой, 29 жасында Токио Олимпиадасында қола медаль алды.
енді міне көріп отырсыздар 32 жасында расында да олимпиада чемпионы атану оның үлкен осы ерлік деп бағалаймыз. Сондықтан да Елдосқа ел риза, халық риза, баршамыз ризамыз. Жалпы Елдос өзінің жүрген жерінде тарихта қалатындай көп іс тындырды ғой. Біріншіден ол Қазақстаннан шыққан тұңғыш жастар арасында әлем чемпионы. Содан екінші нәтижесі Қазақстаннан шыққан тұңғыш Азия ойындарының жеңімпазы. Тағы бір нәтижесі Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Енді ол қазақ, енді оның алдына Максим Раков болды ғой, қазақстандық деп айтайық десек. Бұны сонымен қатар олимпиадада 2 жүлде алған тұңғыш қазақ болды. Содан кейін олимпиада чемпионы болған, толық жүлде жиынтығы бар, енді армансыз. Толық жүлде жиынтығы бар, жалғыз қазақ. Екі спортшы бар ғой енді, Рыпакова бар, шатаспасам. Жалпы енді жаңа осы жақында Елдос бір сұхбатында айтып қалды, келесі олимпиадаға да бару жаңағы арманым, мақсат қоям деп. Бұл ойымен қаншалықты енді күш-жігері жетсе, шамасы жетсе, әрине, неге бармасқа. Михаил Лопес қалай күресті мысалы? Михаил 42 жасында әлемнің олимпиаданың 5 дүркін чемпионы болу деген. Ол кезде енді былай айтып жатады ғой, ауыр салмақтылар мен жеңіл салмақтылардың арасы екі бөлектеп, ауыр салмақтылар жүре береді, жеңіл салмақтар тез кетеді ғой. Мықтылар жылдамдық, шапшаңдықта қажет ететін спорт тұр ғой, бәлкім сол жолы арылып қалады. Бірақ енді тарихта көп қой, мәселен, алысқа бармайық, мен еске оралатын Валентин Йорданов, мысалы, болгариялық балуан, Атланта олимпиадасында оған дейін бірнеше дүркін әлем чемпионы болып, оның алдында Барселона олимпиадасында қола медаль алған спортшы, сол 37 жасында күресіп, біздің Мәулен Мамыровпен күрескен сол спортшы. Мәулен Мамыровты ұтты, сөйтіп олимпиада ойындарының жеңімпаз атанғанын білеміз 37 жасында. Сонда Елдосты қарап отырсақ, енді ол кезде 36 жаста болады. 36 жаста жалпы тарихта аз емес сондай. Бір жағынан біздің спортшыларға да көп көрермендер ренжіп жатады. Медаль алғаннан кейін спорттан жоқ болып кетеді, жаңағы ары қарай қумайды деген сияқты. Сол жағынан қарағанда Елдостың әрине тұрақты түрде олимпиадада орын алып келуі менің ойымша біраз спортшыларға сабақ болар сөзсіз. Енді де дзюдода тағы бір жүлде алдық. Осман Қырғызбаев. Енді былай қарап отырсаңыз, енді Қазақстан спорттың осы жерде мәртебесін көрсеткен дзюдошылар болып тұр ғой бұл жерде. Басқа спорт түрлерінен бір медаль алғандар болды ғой, дегенмен дзюдошыларға үлкен салмақ түсті. Сол кезде жаңағы біз Елдос Сметовты айттық, оның жеке бапкері Ғалымжан Жылгелдиев, сол 90 жылдардан басынан бастап білеміз, өте мықты самбошы болған, әлемдік деңгейдегі жарыстарда жүлде алған. Сол бапкерлік мектепте енді осы Елдос пен Ғалымжан Жылгелдиев екеуі де оның үстіне жеңіл салмақта күрескен балуандар, бір-біріне үйлесімді керемет болды. Артынан қалмай, мысалы, бір ел жүрмей, осы балауса кезінен қасында жүріп, алғашқы бапкері де болды ол кісінің. Содан кейін міне Ғалымжан Жылгелдиев осы деңгейге жеткізді. Сонымен қатар біз Осман Қырғызбаевтың өнеріне өте риза болдық. Қанша жыл бойы кімнің көлеңкесін жүрді? 60 келі салмақта. 60 кило салмақта көп жылын 8 жылдай жүрді. Елдостан өте алмады. Содан кейін 66 кило салмаққа ауысты. 66 кило салмаққа Елдос. Бірақ 66 келді, Ғұсманның бағы жандай әйтеуір, Елдосты ұтып кетіп. Ұтып кеткенде енді Елдосқа ол салмаққа бейім болып шықпады ғой. Содан кейін сүннетті 60-ға қайта ауысты. Ол дұрыс шешім болды. Өте дер кезінде қабылдаған шешім болды. Ал Осман Қырғызбаев енді 66 кило салмақ жақты. Оның үстіне ол өте жақсы күресіп, мысалы, олимпиада ойындарының қола жүлдегер атануы енді Османның талай жылғы еңбегінің жемісі деп білемін. Солдай Абиба Абужақыноваға қатты жанкүйер болдық, осы Беренде бізде қонақта болды, өзінің мақсат арманын айтқан, қандай мына ойлы қыз, сымбатты қыз, олимпиада алтын алып келуге тырысамын деді ғой. Әрине, өз жасқан қатысқан жарыстардың барлығының 80%-ын да жүлде алып жүрді. Жалпы қарап отырсақ, сол Токио олимпиадасынан кейін осы Париж олимпиадасы аралығында тіптен елдостардың өзі жеңіліп жүрген кезде жалғыз Абиба ғана қазақ дзюдосының еңсесін көтеріп жүрген сол болды. Мысалы, ара-тұра болды, Гранд-слам Гран-при жарыстарында бір рет алады жүлде болды, сонымен шектеліп жүрді. Абибанікі енді тұрақтылық болды, бұл қызық енді сәттілік жағы жетіспеді. Жалпы алғанда Қазақстан дзюдошыларының осы Нұрбол Сүлейменов баптаған нәтижесін өте жоғары деп бағалауға болады. Сондықтан да біз дзюдошылардың өнеріне халық дән риза болды деп ойлаймыз. Жалпы бұл жерде осыдан шатаспасақ бір жыл бұрын ба, бір жарым жыл бұрын ба дзюдо федерациясы елімізге қос француз бапкерді алып келген, білесіз иә? Біз сонау Франциядан атақты Тедди Ринерді шақыртты, өзіңіз бардыңыз, сұхбат алдыңыз сол кезде біраз жандардан. Осы дзюдоның дамуына сол қос француздың пайдасы болды деп ойлайсыздар ма жалпы? Енді оның ішкі кухнясында жүрмеген соң оны айта алмаймыз, бірақ енді наразы жақтар да бар, ешқандай пайда келтірген жоқ деп. Ол француздарды алған енді қаншалықты септігін тигізгенін білмейміз, бірақ енді
кейбір жағдайда біздің мамандардың да мысалы мықты бапкерлердің мысалы сол Ғалымжан Жылгелдиев мәселен ұлттық құрамадан бас бапкер қылып тағайындады ғой, содан шеттетіп тастады. Неге қойды, неге алып тастады, сонда біз түсіне алмадық. Содан тіптен енді бір кездері балуанда жеке бапкерлер балуандардың қасына, өзінің шәкірттерінің қасына жолай алмайтындай дәрежеге жеткізіп қойды. Ол да қателік болды. Мысалы сол жаңа Елдостың беделінің арқасында спорт комитетіне кіріп жүріп, мысалы төрағасына кіріп жүріп, сол министрлік арқылы бар шешіп, сол Ғалымжан Жылгелдиев қасына алдырды. Ал білесіз ғой, бапкер мен жеке бапкер қасында болса, ол балуан үшін ерекше бір ол күш қой, енді ерекше бір қуат береді, күш береді. Сондай маңызды сәттерде міндетті сондай біздің мықты бапкеріміз бар, Қален Қалиұлы. Мысалы, қалай айтсақ та енді оның шәкірттері кім? Мағжан Шамшидин, Нұрлыхан Шархан. Содан кейін Абылайхан Жұбаназар. Енді қаншалықты олар енді осы жарыста екеуі ұтылып қалғаны болмаса, бірақ Азия ойындарында жүлде алып олардың жігіттердің барлығы да қаншама халықаралық жарыстарда күресіп жүр ғой. Қалай болғанда да еліміздің бірінші нөмірлі балуандары. Бұның соның жеке бапкері, мысалы Қален Қалиұлының ұлттық құрамаға жолатпай қойғанды, ол да бір түсініксіз жайт. Сол дзюдо күресіндегі сондай бір келеңсіз жағдайлар бізге қатты енді алдағы уақытта Нұрбол мырзамен бір белгілі жақсы сұхбат ұйымдастырамыз деп үміттенемін. Елдостарды, Ғұсмандарды. Ол бас бапкердің емес, ол жерде енді федерация басшылары бар, солардың несі ғой. Сондай жағдайлар болады. Мәселен, дзюдо күресін көріп отырып, мен Егемен Қазақстанға өзім мақала жазғам. Көріп отырып, Ильяс Улманидзе деген балуанның 100 кило салмақта топ жарғанын көрдім, грузиялық балуан. 2018 жыл Буэнос-Айресте өткен дүниежүзілік жасөспірімдер ойындарында дәл сол Ильяс Улманидзе біздің Бекарыс Садуақасқа ұтылған болатын. Бекарыс Садуақастан ұтылған болатын. Сол кезде Бекарыс Садуақас жалындап тұрған жас Берік Жетпісбаев деген мықты балуан бар, соның шәкірті. Содан ұтылып күміс медаль алған болатын. Содан бері міне 6 жыл уақыт өтті. Сол 6 жыл аралығында не болды? 6 жыл аралығында Ильяс Улманидзе әлем чемпионатында 2 рет жүлде алды. Көптеген халықаралық жарыстарда топ жарды. Гран-при, Гран-слам жарыстарында. Әлемдік рейтингтерді көш бастады, тіптен 100 кило салмақта. Онымен қоймай, қазіргі кезде әлемдік рейтингте 2-ші орында тұр. Онымен қоймай, міне Олимпиада ойындарында Парижде күміс алды. Күміс алғанның өзінде сол қалған 3 секундта ма сондай беріп қойды төрешілер. Анаған берді. Олимпиада чемпионы болатындай дәрежеде. Ал сол Улманидзеге сан соқтырған біздің Бекарыс қайда? Сол сұрақ мені алаңдатты. Бір жылдар ұлттық құрамада жүргенін білеміз енді. Ұлттық құрамада жүрді, бірлі-екілі жарыстар қатысқанын да білеміз, әйтеуір жүрді. Бірақ кейіннен біз бір жолықтырғанда ұлттық құрама сапынан шығып қалыпты. Бұл енді біз ойлаймыз, енді ондай дарынды, қарымды, жай бір қатарда көлденең көп аттылардың бірі болсақ, әңгіме қылмас едік. Ол енді айтып отырмыз ғой, Ильяс Улманидзе ұтқаны бар. Дүниежүзілік жасөспірімдер олимпиадасында ол оңай жарыс емес, оны 2-ның бірі ұта алмайды. Сол жарысты мықтылар қазір араға біраз жыл салып Олимпиадаға келіп жатыр. Әрине. Жүлде алып жатыр. Қарымды, дарынды, қарулы жігіт міне. Сол жігіттің мысалы назардан тыс қалғаны мені қылжыртады. Бұл жерде енді біз ойлаймыз, ол федерация басшыларының немқұрайлығы ма, әлде бапкерлердің білімсіздігі ме, әйтеуір сондай дарынды жасты үлкен деңгейге көтере алмады. Қазір мысалы Улманидзе қайда? Улманидзе биікте. Ал Бекарыс қайда? Бекарыс құмға сіңген. Судай жоқ. Сондай мәселелер әрине қынжылтады. Сондай бір жақсы спортшыларымыздың Олимп шыңының төріне шыққанын қалаймыз алдағы уақытта. Енді жалпы отандық спортшыларға оралсақ, Олимпиадаға біз 25 спорт түрінен 80 спортшыны аттандырдық, 92 лицензия болды. Бірақ нәтижесінде 7 медаль иелендік. 1 алтын, 3 күміс, 3 қола. Енді жалпы осы нәтижеге қанағаттанасыздар ма? Қанағаттанасың. Өйткені осы тәуелсіздік алғаннан бергі олимпиадаларымызға қарап отырсақ, көрсеткіш қатты төмендемеген, құлдырамаған. 1 алтын болғанына қарамастан командалық орында біз сәл жоғары тұрдық. Токиомен салыстырғанда әрине. Осы жол жақсы болды. 1 алтынның өзі кәдімгідей көмектесті. Мен негізі алтынсыз қайтамыз ба деп ойлағам, шыны керек. Өйткені спорттағы біздің былықтар әлі көбеймесе азайып жатқан жоқ қой, шыны керек. Бірақ жанкүйерлердің енді амбициясы қазір мықты ғой біздің. Кезінде одақ тарағаннан бастап сол КСРО-ның школасы болды, мектебі, соның дәстүрімен біраз мықты болды ғой спортымыз ол кездерде. Кейін бөлініп шыққаннан кейін кішкене қиындықтар болды. Сондықтан жаман емес деп ойлаймын мен. Орташа деп айтуға болады. Орташа деп айтуға болады, шынымен. Енді қазір өзге елдегі көршілес елдеріміз жайлы әңгімені сәл кейінірек қозғайық. Енді дзюдодан кейін
жалпы Қазақстанда олимпиада десе бірінші біздің медаль күтетін спортымыз ол бокс. Иә, боксшыларға бір тоқталайық. Боксшылардан бұрын мен мысалы Шалқардың енді өз пікірі бар, мен мысалы нәтиже төмен деп есептер едім. Сіз төмен деп есептейсіз. Өйткені қарап отырсаңыздар, бұл енді жаңағы ол Токиомен салыстырудың қажеті жоқ. Токионы жаманмен емес, жақсымен салыстыруымыз керек деп ойлаймын. Мәселен, Қазақстанда спорттың дамуына барлық жағдай жасалып жатыр. Біріншіден, бүкіл спорттық нысандар бар, қазір Құдайға шүкір, жаттығатын жері бар. Қандай жарысқа қатысам десе, ешқандай қаражат жағынан қағаз көріп жатқан жоқ. Қайда? Мысалы, жеңіл атлетика, жүзушілер тіптен Европаның дамыған мемлекеттеріне даярланады, өз елімізді қойып. Қандай жарысқа барам, қандай оқу жаттығу, бірде бірінен ондай жағдай мемлекет тарапынан барлық жасап жатыр. Сыйақы жағынан өте көп. Біз енді осы, егер қателеспесем, біз Токио олимпиадада 3-ші орында тұрғанбыз. Біз Токио Рио олимпиадасының сыйақы жағынан. Алдымызда Таиланд пен Әзербайжан болған. Қазірде жаман емес, 9-ші Үздік бестіктеміз. Парижде де. Жоқ, 9-ші орында екенбіз. 9? 9-ші орында екенбіз. Аны кім қанша сыйақы береді, аны жол зерттеп көргенбіз. Ол да жаман нәтиже емес. 9-ші орында жаман нәтиже. Қалап отырсақ, үлдемен бүлдек оранып жатыр. Спортшылардың ренжитіндей жөні жоқ. Өйткені алатын сыйақы. Ұлттық құрамадағы жалақылар да жаман емес. Өйткені одан бөлек, мәселен айтайық, олимпиададан кейін сыйақыдан бөлек, олимпиада басталмай тұрып, лицензия алған жігіттердің өзіне үй, машина, 20 мың доллардан қаражат берілді. Үй беріп жатқан Батыр Мырзаев алды, мысалы Қоңқабаевқа пәтер берді Қызылорда облысына. Міне қараңыздар, соның өзі мысалы сондай жағдай жасалып отырып, басқа мемлекеттермен салыстырғанда, мысалы өте керемет жағдай, біздің нәтижеміз бұдан әлдеқайда зор болу керек. Көп спортшылар ренжітті ғой, шыны керек, оны мойындау керек біз. Иә, сол мысалға ең басты медальдарды топырлатып бокстан аламыз деп ойладық қой. Боксшыларымызға не болды жалпы? Шалқарға, сіз осы бокста кеңінен көсілген комментаторлардың бірісіз ғой жалпы. Бокс енді бірінші кезектер расында да боксшыларға қатты ауыртпалық түседі. Тіпті күміс медаль менсінбейтін жағдайға жетті қой, күмісті бір. Әрине, Нұрбек Оралбайдың күмісіне қанағаттандық деп айта алмаймын. Шүкіршілік еттік деп айтсақ болады. Ол күмісті қырғыздарды алды ғой мысалы. Оның үстіне ең қатты сенім артқан спортшыларымыз алғашқы жекпе-жегінде жеңіп қалды. Шынбергенов, команда капитаны мысалы Асланбек Шынбергенов, Сабырхан сияқты жігіттер басында күйіп кетті, жанып кетті былай айтсақ. Сол менің ойымша Сабырхан Махмұттың салмағы енді 57-ге келмейтін бүкіл Қазақстан айтты ғой енді. Оны айтып жатыр ғой бәрі. Сол Сәкен Бибосыновқа ел үміт артты мысалы. Енді боксты Шалқар айтсын, қанша 6 жылда бокс қатысқан ол көбірек біледі мен қарағанда. Енді кеше ғана ақпарат шықты, Қазақстан бокс федерациясы Мырзағали Айтжанов вице-президент Әзиз Қожамбаевтан бастап 10 жаттықтырушыны орнынан босатқан екен. Сол ақпараттың өзі бізде ақпарат пайда болғанынан бастап қате болады ғой негізі. Бірінші шығады, кетті деп, одан кейін жоқ, кеткен жоқ деп қайта шығады, түсінбейсің. Жариялық жоқ қой, жариялық жоқ. Соған қарағанда бір білмеймін, не екен ол жақта ішкі кухнясын білмейміз ғой тағы да. Өздерінің бір бәсекесі бар. Жалпы бапкерлік құрамның жұмыстан кетуі ол тек осы кінә бапкерлерде ғана деп ойлаймыз ба? Бапкерде ғана деп есептеймін. Жауапкершілікті сол бапкерлерге ғана қойып жүре береді. Енді әрбір спорт түрінде нәтижеге бапкер жауап береді ғой, бас бапкер не үшін бас бапкер болып отыр? Значит, ұтылды, бас бапкер жауап беру керек. Жеңілді, бас бапкер жұлдызға айналады. Дұрыс қой, ол өмір заңдылығы, оған ешкім сылтау алмаймыз. Бас бапкер мысалы рас нәтиже көрсетемін ғой, дұрыс айтады, кінәлі бапкер. Сондықтан бапкер енді Мырзағали ағамыз өзі кетті жұмысынан мысалы. Енді көреміз қандай ауыз түйіспен. Тағы бір жаңалық кешке қарай осы бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде осы олимпиада сайын бокстан нәтижеміз құлдыраса, бірден қазақтың есіне сол Сиднейде қос алтынды алып берген даңқты бапкер Тұрсынғали Еділов мырза еске түседі. Негізі шыны керек өзіміз, мен Тұрсынғали ағаны өте қатты құрметтеймін. Ғалымаға дәл осы Берен жобасының алғашқы қонағы ретінде біз кезінде Тұрсынғали Еділов шақырған болатынбыз. Тұсаукесер бағдарламамызда. Себебі еліміздегі шоқтығы биік бапкерлердің бірі де бірегейі деп ойлаймын. Жалпы дұрыс айтасың. Қазаққа қос алтынды алып берген жалғыз Тұрсынғали ғана соңғы. Былай дұрыс айтасың, енді бұл жерде бар ғой бокстың мысалы біз енді Тұрсынғали ағаны шақырған себебіміз ол сын айта алады, дұрыс. Жалпы қарап отырсаңыз бокстың төңірегінде енді
қандай әңгіме болса да былай сырт жақта көшеде басқа тамақ ішіп отырып не дейді ас бөлмесінде айтатын әңгімелер андай айтқыштар көп қой. Ал негізі осы елдің алдына шығып өз бойын батыл айтатын, сын айта алатын бір 3-4 адамымыз бар. Менің білуімше ол мысалы Тұрсынғалиев, Өмірзақ Жұмабеков, Жұмабек Өмірзақ ағамыз, Жұмабек ағамыз, Бақытжан Сәрсекбаев деген сіздің ініңіз бар. Бақтияр Артаев бар. Бақтияр Артаев. Сол секілді бір қолдың саусағымен санарлықтай бір мамандар бар. Сондықтан да мына Данияр да шықты өткенде, Данияр да өзі Елеусінов. Елеусінов. Сол Тұрсынғали Еділов ағамыз Қазақстан бокс федерациясының президенттік кеңесшісі қызметіне тағайындалды да. Өте дұрыс қойды деп есептеймін. Көрейік енді. Өзінің ақыл кеңесін айтады, ал енді бапкерлікке білмеймін кімді қояды екен, жастарды қояды екен. Кім болуға лайықты? Бізде қандай кандидаттар бар негізі? Қазір жарайды Мырзағали Айтжановты алып тастадық. Қасында қанша бапкерлерді алып тастадық. Сіздер енді қанша жылдан бері сол бір ішкі кухняны білесіздер ғой енді. Кім болуға? Қайтадан Сатчановты тартып қоямыз ба? Кухняда көп жыл ғалым біледі. Сатчанов енді денсаулығы ол кісінің денсаулығы қаншалықты жарайды? Енді жастар құрамасын баптап жүр ғой, значит денсаулығы дұрыс болғаны ғой енді. Сатчанов Қайратты мен жақсы білеміз, мықты білікті бапкер, оған расында да дұрыс жұмыс істетпеді ғой. Дұрыс жұмыс істей алмады, аз оған мерзім берілді. Әйтпесе Қайрат Сатчановты лайық деп алсам, Нұрлан Ағырбеков бар мысалы, Бақтияр Артаев тәрбиелеген даңқты бапкер. Қарап отырсақ тағы кімдер бар? Енді мықты бапкерлер бар ғой, сол мықты біздің бапкерлеріміз бар. Бақыт Сәрсекбаев. Бақыт Сәрсекбаев мысалы неге әкелмеске, Бақтияр Артаев көбісі енді айтып жатыр. Ол тәжірибелі біреулер енді әйтеуір Тұрсынғали мен Бақыттың төл шәкірті жоқ қой. Оларды қалай бапкер қыламыз? Ондай әңгімелер бола береді. Мысалы қаншалық дұрыс? Бапкерлік неде тәжірибесі жоқ деп айтуы мүмкін, бірақ енді тәжірибе сол уақытпен келеді ғой. Егер оларға ондай мүмкіндік бермесе қандай тәжірибе болады. Сондай жеке жаттықтырушылардың тәрбиелеп жүрген мысалы Оралбайлардың бапкері неге келмеске деп ойлаймыз. Мысалы Мақсат Бақтыбазаров бар, ерекше еңбек етіп жүрген. Мен де осы пікірмен келсем. Жастар бар. Енді оны өздері шеше жатар. Бірақ енді дегенмен де білікті бапкер де бар, дарынды жастар да бар. Солардың біреуін қойса, кім біледі, ол Қазақстан бокс. Ең бастысы осы басқа адамдар сырттан, іштен араласпай бапкерге дұрыс жұмыс істеуге. Жаңа Бақыт Сәрсекбаев мен Бақыт Сәрсекбаев бапкер болсын деп айтып отырған жоқпын, бірақ дегенмен өз сұхбатында айтты ғой, мен бапкер болып келсем, егер маған ісіме араласпайтын болса деп. Ол дұрыс пікір. Егер бас бапкер болып қояды, оның ананы үйт, наны бүйт, наны қой, наны былай жасам, наны былай жаса, онда қандай қадірі қалды, қандай қасиеті қалды. Сондай емес, бас бапкер болды ма, жұмысты нақты тізгінді соған беріп, нақты жауап содан болу керек. Сонда ғана жұмыс. Шалқарға сіз кім тұсынасыз? Сіздің ойыңызда жүрген бір? Менің ойымша білмеймін, дәл қазір расында да өзінің шәкірттерін, жеке шәкіртін тәрбиелеген бапкерлердің арасында таңдаған дұрыс шығар. Оны сол бокстың қасында жүрген адамдар жақсы білетін шығар. Енді мына жерде тағы да бір мәселе бар да. Қазір ұлттық құрамада жүрген жаңағы спортшыларымыз бар ғой, боксшыларымыз. Асланбек Шынбергеновтен бастап Олимпиада Сабырхан Махмұт, ағайын Оралбайлар, Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, Сәкен Бибосынов. Енді осы азаматтардың барлығына Тұрсынғали мырзаның көңіл толмады. Осы Олимпиададағы өнеріне. Енді жарайды, бапкерлері түсінікті. Боксшылардан ұлттық құрамада қалуға кім лайық деп ойлайсыздар? Сол жалғыз Оралбайды алып қаламыз ба, Мұхаммед Сабыр екеуі? Жоқ, ол ішкі чемпионатымыз бар ғой. Жалпы енді кімдер? Енді ішкі чемпионат түсінікті, ертең желтоқсанда өтеді. Кім қоштасу керек деп ойлайсыздар ұлттық құрамамен? Менің ойымша Асланбек Шынбергеновке енді өз орнын босату керек секілді. Сәкен Бибосыновқа да, Қамшыбек Қоңқабаевқа да жастарға орын беру керек секілді менің ойымша. Енді қазір енді орнын басатын болса береді ғой оларда. Орнын басатындай мықты боксшы болса. Шишкі мен ойлаймын, Қазақстан чемпионаты нағыз сол діңгек болып қалу керек. Қазақстан бірінші сол бару керек. Ал сол чемпионаттың бармақ басты көз қысты өтпеуіне тағы да ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Кепілдік бермесе, онда Қазақстан боксы осы деңгейде тұра береді. Бокстағы төрешілдік дегеніміз сол, төрелік ешқашан бір объективті болған емес. Жалпы енді осы Тұрсынғали ағамыздың жаңағы әңгімесін түйіндесек, өткенде біздің бір әріптестеріміз Тұрсынғали қазір ол кісінің көзқарасы ескірді. Қазіргі боксқа Тұрсынғалидың тактикасы жарамайды деген секілді әңгімелерді айтты. Сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Көпті көрген журналистсіздер ғой. Не дейсіздер? Біздің де көзқарасы ескірген шығар.
жоқ, ол кезде енді былай қарап отырсаңыз енді әлемдік тәжірибеде бар ғой. Даңқты Сагара Куба боксын өрге сүйреген. 80-ге дейін селкілдеп жүріп, Куба құрамасын сол үлкен биікке жетеледі ғой. Бізде еңбек еткен Түркияның даңқты бапкері Түркілері бар. Соның арқасында Қазақстан ауыр атлетикасы қандай деңгейде адамның ол енді қарым қабілеті сол жасымен өлшену керек, қарым қабілетімен өлшену керек деп ойлаймын. Сондықтан да ол пікірмен біраз келіспеймін. Егер шамасы жетсе, оны уақыт көрсетеді ғой, қалай жарыста неде Тұрсынғали тізгін ұстаса, ондан еш бір жамандық көріп отырған жоқпыз. Енді ол бұрынғыдай деңгейдегі бапкер ма жоқ па, оны уақыт көрсетеді, ол жағын енді айту қиын. Сол ғой, әлі ешқандай шаруа кіріскен де жоқ. Қытайдың қыздар құрамасы мысалы кәдімгідей сол Еділов ағамызбен жас адамдар басқарып жүр Кубаның жаттықтырушы. Керемет нәтиже көрсетті мысалы. Сондықтан ол ескірді дегенді білмеймін. Онымен мен де келісе алмаймын. Сол ғой, менің ойымша біздің қазір елімізде бір тенденция болып жатқан сияқты. Сол бір жаңағы поколение арасында қақтығыс болып жатқан. Бізде қанша енді 6-7 боксшы бар. Жарысқа баратын бокс аналитиктері 16 миллион. Қазақстанда 16 миллион пікір айтады. Енді осы бокс төңірегінде бокс десе біз міндетті түрде өзімізді Өзбекстанмен салыстырамыз ғой. Өзбектер айда аспаннан бір-ақ шығады. Ұлдары жалпы 7 салмақтың 5-еуінде алтынды иеленді. Енді осы жерде көз тірі өзі отыр. Шахар ағамыз өзбектер жаңағы 3 алтынды аламайды деп әлеуметтік желіні біраз шулаттыңыз. Ол жерде мен бірден айтайын, менен кеткен қате алмайды деп ойлаймын, немесе шығар деп айтуым керек. Сол сөз ғана жетпей қалған. Әйтпесе мен өзіңе көп алып қойдым. өзбектер мысалы 5 алтын алуға немесе 3 алтын алуға лайық емес деп айтқан жоқпын ол жерде. Төрешілер кедергі келтіруі мүмкін дедім. Өйткені Олимпиаданың тарихын қарап отырсақ көп қой қиянат жасаған. Анау 88 жылғы Сеул Олимпиадасынан бастап, Рой Джонстан бастайық. Кәріс жігітін алып берген, өзіміздің Василий Левит мысалы, Тищенкомен қалай әділетті кәдімгідей белден басып тұрып алып берді. Сол сияқты Өзбекстанда боксшылар талай қиянатқа тап болған кездер болған. Оны өзбек жанкүйерлері өздері де білетін шығар. Сондай-ақ біздің де спортшылардың кейбір, бірақ осы олимпиадада енді төрелік халықаралық олимпиада комитетіне өткеннен кейін ба кішкене бәрібір де сәл-сәл әділ болды. Бірақ айбан төрешілері болды емес пе, шатаспасам? Айбан болды, бірақ айбан төрешілері халықаралық олимпиада комитеті өздері таңдаған ғой. Өздері таңдаған, сондықтан білмеймін. Бір керемет әділетсіз болды деп есіме түсірамаймын бір жекпе-жекті. Көп спортшылардың лайықты деп айтуға болады. Шамалас болды, кішкене близкий бой дегендер болды жаңағы. Солардың көбінде мысалы енді ол анаған берсең де, анаған беріп жүрсең де жеңісті ешкім бір дауласпайтын жекпе-жектер болды. Одан кейін төрешілер бір қызығы кішкене ойнатты дегенмен. Бірінші раундта жеңіп жатқан боксшы емес, анаған беріп жүреді, ондай сәттер болды. Бірақ көбінесе мен байқаған 3-ші раундқа қалдырып отырды. Шамамен шамалас болады. Бірінші, екінші раундтың нәтижесі. 3-ші раундта ал көріңдер қайсың мықты сол жеңесің деп. 67%-ында 3-ші раундта. Біздің Сәкен Бибосов пен Дусматовтың жекпе-жегі де сондай болды мысалы. Тіпті соңғы 30 секунд. Көрермендер көбіне осы жаңағы төрешілерден көрді. Жалпы біздің спортшыларымызға төрешілер қаншалықты әділ болады? Біздің спортшылар, боксшыларымыз. Енді ол жерде бір көпе-көрінеу, бір белден басу, жаңа Шалқар айтып отырғандай Рой Джонс деді ғой. Жаңағы Тищенко деді, ондай әділетсіздік болған жоқ, андай көпе-көрінеу. Бір деңгейлес шамалас. Менің ойымша тек Мұхаммед Сабырдың ғана грузинге қарсы, шатаспасам. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлының толыққан жеңісін ұрлап алды деп ойлаймын. Жоқ, мен. Мұхаммед Сабыр ма? Мұхаммед Сабыр. Жоқ. Қалған спортшыларымыз соңғы жекпе-жек па? Соңғы Мұхаммед Сабырдың шамалас. Ширек финалдағы соңғы жекпе-жегі менің ойымша. Мен оны жақсы көрдім. 100% ұрланған жеңіс деп ойлаймын. Близкий бой дейміз. Тағы да. Керемет бір төрешілер ұрлап алды дейтін емес. Екеуіне беруге де болатын жекпе-жек. Сіз солай ойлайсыз? Сол ойлаймын. Өйткені соққылар жақсылап көрдіңіз бе ол? Көрдім, жақсы, негізі жақсы жұдырықтасты енді былай енді. Бәрібір де бірақ бір бас жоғары болған жоқ енді бәрібір. Соны айтамын. Бірақ бұл жігіттің өнері көңілінен шықты. Мен өзбекстандық боксшылар спортшылардың ішінде тек сол Мұхаммед Сабыр. Өзбекстан бапкерінің жаңағы айтқаны бар ғой, қазір енді артистизмді қос деп.
көрдің Сәкен ба, Бибосовқа қарсы Хасанбай Досматовтың төрешілерді сендір дейді өзің жеңісіңе дейді, публиканы сендір дейді. Мысалы расында да сол нәрсе жетіспеді біздің боксшыларға. Досматов пен Бибосовтың соңғы 2 раундтан кейін екеуінің шамалас болып тұрды. 3-ші раундта да сондай болып жатты. Соңғы 30 секунд қалғанда не болды? Сәкен бірде-бір шабуылда соққысын тигізген жоқ. Досматов екеуі ма, 3 соққысын ба нық тигізді кәдімгідей. Сол мәселемен жеңіп кеткен сияқты. Енді не болса да жеңілді ғой, бірақ біздің спортшылар толыққан жеңілді. Енді алдағы уақытта федерация бір жақсы бапкерлік құрамды алып келеді деп үміттенейік енді. Келесі спорт түрі ол күрес түрлеріне келсек. Мысалы бокс сұрадың, мысалы мысалы трансгендерлік мәселе болды, шалқардан тұрсам бүге шегесін айтып береді. Көз қарасы қандай? Сол сұрақты ұмытып баратсың басты. Ол өте сіздің тәжірибеңізге сен жалпы осы Париждегі бокс. Сол бір екі алымыз қытайлық шатаспасам, бірі тайпейлік, біреуі алжирлік. Былай айтқым келеді да, Париждегі бокс олимпиадасында ең хейт алған Иман Хелиф, содан кейін мен ғой. Екеуміз ең жанкүйерлердің сынына қалдық. Жазғымыз. Мен жаңа сөзімден қателестім. Ол болса табиғаттың қателігі. Иман Хелифке бір не кеткен сияқты, жаман хейт кеткен. Ашылып сөйлейді онда кезде. Әйтпесе оның енді былай қарасаң, расында да бізде ақпарат тағы да дұрыс тарамайды. Содан кейін жанкүйерлердің бәрібір де кішкене ақпарат тексермей іліп әкететіні бар да. Біреу шулатып көтерсе, жалаулатып соның артынан ілесіп кетеді бәрі. Сол нәрсе жаман. Мысалы оны жынысын ауыстырған дейді. Ол Алжир елі, мұсылман мемлекет, ол жақта жынысымды ауыстырам деп айтсаң бітті, өлім жазасына кесілесің. Ол солай жаратылған енді, қайтеді. Тестостероны ғана көп емес па, Тестостерон, тестостерон. Енді оны білмеймін, ол қалай шеттетеді мысалы. Екеуі де алтын алып. Тайпейлік қыз жайлы бірақ толыққанды ақпарат шықпады, Біздің Қазақстанда мүмкін сондай еркек шора қыздарды іздеу керек шығар онда боксқа. Дұрыс айтасыз. Бұрын ауыр атлетикада болатын енді, біраз. Біреулер жазып жатыр, Амилайды апарайық деп мысалы. Қалжың әзіл шын аралас. Сол сияқты ғой, іздеу керек шығар мүмкін расында. Есесіне ол Алжир тарихында тұңғыш рет алтын алып алтын әперді. Біздің қыздарда Назым Қызайбай қола медальді иеленді. Назым Қызайбайдың жекпе-жегін жүргіздім сол. Сіз Назым Қызайбай? Жартылай финалда. Жылдамдық жетіспеді. Ана спортшы Қытай қызы өте жылдам. Жылдамдығының арқасында жеңіп қойды мысалы. Назым әйтпесе. Үшінші раундта Назым жеңе алмайтынына көз жеткен секілді көрді. Назым соққыларда дұрыс істемей жатты, бірақ барын салды ол бір. Аянып қалған жоқ, бірақ нық соққы жетіспеді. Ал Қытай қыз жылдамдықпен көп соққыларын тигізді. Бірақ Назымның медаль алуының өзі де зор. Бірінші олимпиадасы емес па? Бірінші алғаш барған олимпиадасы. Өте тамаша медаль. Қола медальмен оралды. Енді көреміз келесі олимпиадаға қаншалықты дайын болатын. Алда әлі 4 жыл бар. Тағы қандай сұрағыңыз бар қалма? Жоқ, ең басты сұраққа жауап алдым. Бокс бойынша шалқарымыздаға. Енді күреске оралайық онда. Одан кейін жаңағы. Тағы бар ма? Тағы да жаңағы менікі ғой енді. Өзбекстаннан мен риза болғаным. Өзбекстаннан көп жігіттер жазып, жаңағы кәдімгідей қолдау білдіріп жатыр. Біз сіз дұрыс түсіндік деп, жекеме де шығады, әлеуметтік желіде. Соған риза болдым, өйткені адекватный жанкүйерлер бар. Біздің қазақтар ма сіз төмпештеген? Жоқ, біздің қазақтардың ішінде де бар маған кәдімгі. Түнгі сағат 1:30-да TikTokқа шығуыңыздың сыры неде? Түнгі 4:30. 4:30 ба? Таңғы 4:30. Жаңа қарасам, ашсам, сұрақ көбейіп кетті. Бір 10 адам кәдімде қолдау білдіреді, бір 5-6 боқтық сөз айтады. Өздерін боқтасам қашып кетеді блоктап. Өзбекстанға барайын іздеп десем де, кейбір бір көбінесе бірақ қолдау білдірді. Жаңағындай ғой, менің қателігім мойындап отырмын тағы да. Шығар деп ойлаймын деген сөздер қалып қойды. Орыстың анау несі бар ғой, біреу дарға сайын деп жатады. Сол кезде сөз үтір бүкіл нені шешіп кетеді ғой. Казнить нельзя помиловать деген сияқты. Сол сияқты нәрсе болып кетті. Жоқ, оны қатты шалқар басында ұртпам. Қазақстан жеңіліп жатқан спортшылардың бәрі халықтан кешірім сұрады. Бәрін кешірді, спортшылардың журналисті кешіретін шығар. Кешірім сұрап жатырмыз ғой. Айттым. Мен қатемді мойындап жатырмын, сол сөздің қателескен. Жарайды, енді күрес түрлеріне келейік ал. Жалпы жалғыз күміс қаншалықты көңілге медеу болады?
Бұл да енді- Демеу Жадыраевтың 77 келі бұл салмақтағы күрес түрлерінен де көңілге кірбің грек-рим келтірді. күресінен. Балуандар елдің ұрпағымыз, ата бабаларымыз керемет, алғанын алып та жататын. Балуандар шалып та жататын елдің ұрпағы болмай қалды ғой осы қазір. деп сөйтіп айтып жатады ғой. Өйтіп айтқанда алдымызға жан салмаймыз. Ал сонда барған 4 балуанымыз күресті. Бір ғана медаль алдық. Демеу Жадыраевтың оның үстіне ешкім сенген жоқ, шыны керек. Енді ешкім дегенде көп жанкүйерлердің бір 90% сенген жоқ шығар. Оның үстіне Демеу қанша деген 35 жасқа таяп қалды. Бұған дейін сол 2017 жылы дәл осы Парижде әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған болатын. Содан кейінгі нәтижелерін қарасақ, сол Азия деңгейінен аспады. Әлемдік деңгейде ұтылып қалып жүрді. Тіптен ел ішкі жарыстың өзінде де Демеуді нық сенімде бірінші нөмірлі балуан деп айта алмаймыз. Кейде оны ығыстыратын жастар да бар, басқа да бар деген сенім. Бірақ Демеу Жадыраевқа сенгендер кем де кемеді. Бірақ өзі сенді, жеңісінің ең бастысы сол. Өзінің жеке бапкері Боранбек Қоңыратов ағамызда осы жігіттің әлі де бір атары барын білді. Осында жарысқа қатысты. Бірінші айналымда жеңіп, екінші айналымда жаңағы Ақжол Махмутов пен Қырғызстанның Қырғыз акуласымен кездескен. Қырғыз акуласы, иә. Қырғыз акуласы оны жұдық бояма деп бірден ой болған. Алтынға бірден бір үміткер сол болды ғой. Енді әрине ол феномен. Жеңді десем сенбей қалды басында. Феномен, нағыз феномен ғой. Действительно таза мықты балуан ғой. Сол ол бітті таза ұтылатын шығар деп ойлаған едік, бірақ Демеу нағыз ерлік жасады. Қазақтың нағыз қайсар ұлына тән ерлік жасап, сондай мықты балуанды әлемдік ретінде барлығын. Енді не үшін оның себебін өзінің жігерінің арқасында жеңіс жетті ғой, бірақ енді Ақжолдың қандай мықты балуан екенін соны 10 жылға жас қой, оның үстіне Ақжол. Қазақ ашуын тырнадан алады демекші, неде қола медаль үшін күресте қарсыласы қалай баспен қадап, сонда қандай әдемі әдіс жасағанда соның барлығын, сол тіптен әдістің Париждің ортасында ең әдемі күрестегі әдіс ретінде іліп қойған екенмін, соны көріп отырмыз. Одан бөлек әрине ол енді басқа Демеу Жадыраевтан ұтыламын деп ойлаған жоқ қой, енді шыны керек. Қырғыз балуанның негізгі қарсыласы жаңағы Санан Сулеймановты мысалы, Санан Сулейманов Азербайжан ол мықты, ондай мықтылықтың расында да оны финалға шығуының өзі мысалы өте керемет нәтиже болды. Өте керемет нәтиже болды. Финалда әрине жапон жігітіне әлі жетпей қалды. Сулейманов та өзі әлем чемпионатының екі рет жүлдегер атанған, күміс жүлде алды. Үнемі өзі Демеуді ұтып жүрген Жадыраевты біраз жарыста. Бір екі рет ұтты. Менің білуімше одан басқа жарыстың бәрін біле бермеймін, бірақ екі рет ұтқаны анық. Міне сол жігітті ұтты мысалы мәселен. Қандай неден өтті мысалы? Қандай сынақтардан өтіп, осында дейінгі жетті, финалға дейін жетті, бірақ финалда өкінішке қарай жапон балуаны. Сол бір намыс неге финалда жетпей қалды? Осы олимпиадада енді маған ең қатты әсер еткені біздің бауырлас халықтар ғой, қазақ, өзбек, қырғыздың бауырмалдығы ерекше әсер етті. Қырғыз боксшысы жаңа бапкерсіз келген, өзбек бапкері келіп секунданы. Мұнарбекұлы. Иә, Мұнарбекұлы. Қандай керемет. Содан кейін біздің боксшылар шыққанда Өзбекстан кәдімгідей біздің боксшыларға қосылып жанкүйерлерімізбен жанкүйер болуы, содан кейін жаңағы Ақжол мен Демеудің биік жеңіс сатысында керемет сәттер, бір-бірін бауырлап. Осы олимпиадада бүкіл Европа жазды ғой, енді осы жаңағы Орта Азия мемлекеттерінің достығын. Оған сөз жоқ, шыны керек. Түркілердің достығы. Түркі елдері, Тұран елдері. Тұран елдері деп әрине көршіміздің мықты болғаны бізге де өз пайдасын береді. Содан жанкүйерлердің өзі Ақжол жеңілген кезде қатты үміт еткен спортшылар ғой, мысалы жеңіліп қалғанына қарамастан не болса да қайта өзіміздің бауырымызға жеңіліпті ғой деп, соның өзі қандай керемет. Бұл спорт біреу жеңілді, біреу жеңіледі, қазаққа жеңілді, ешнәрсе деп. Әлеуметтік желіде негізі осы жерде айту керек, қырғыз халқы біздің беделінің әлеуметтік Инстаграм желісінде, TikTok желісінде бір адам жаман коммент қалдырған жоқ. Менің қатты риза болғаным осы. Өзіміздің қазақ бауырымыздан ұтылдық. Демеу енді финалға шық, Ақжол өніңді жүлдеге сүйреп шық деген сияқты. Абырой болғанда бәрі солай болды. Әйтеуір қазақ, өзбек, қырғыз жанкүйерлері өте адекватный болды. Бір-біріне керемет қолдау көрсетті, бірліктің үлгісін көрсетті, былай айтсақ. Жалпы алғанда енді жаңағы Демеу Жадыраевтың мысалы ерлігі күміс медальдан алу, енді біз ойлағанбыз 44 жыл араға салып Жақсылық Шүкемпіров пен Шәміл Серік қана осы сол күрес түрлерінен алған сол екі балуанымыз ғана бар ғой, олимпиада чемпионы деген атағы бар. Соның ерлігін қайталай ма деп ойладық, бірақ ондай бақ бұйырмады өкінішке, бірақ осының өзі, осы Демеудің күмістің өзі алтынға пара-пар деп бағалаймыз. Сонымен қатар мысалы бұған дейін біз талай қуанып жүрдік қой. Мәселен, айтамыз Құлан өңірінен, Жамбыл облысынан қаншама олимпиада Елдос Абсент аттан бастап Ислам Байрамуков, Ермахан Ибраимов сондай мықтылар шыққан мысалы айтып жүрміз. Мысалы сонда аудандар бар, мәселен
Жаңарқанның өзіне мысалы қаншама әлем чемпиондары шықты самбодан, андай-мындай енді сондай аудандар ғой. Бірақ бір ауылдан екі бірдей олимпиададан күміс, олимпиада жүлдегер шыққан деген бірінші естіп отырмыз. Бір ғана ауылдан, шағын ғана сол Панфилов ауданы дейді ғой, Жаркент өңірі, Жетісу облысы. Сол Шырал деп аталатын шағын ғана ауылдан мына бірінші Нұрбақыт Теңізбаев шықты 2008 жылғы Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері. Міне сол Нұрбақыт ағасының ерлігін демеу қайдалап отыр. Араға Ол 2008 жылы бірдей. Ал кейбір аудандардан тіптен бір олимпиада қатысатын спортшылар шықпаған аудандар да бар елімізде. Соған қарағанда мына Шыралдың ауылының бір бағы бар ауыл екен, ерекше. Сондықтан да бұл жеңісімен Нұрбақытты құттықтаймыз. Әрине. Енді олимпиададағы тағы да бір әсерлерімізді айтып отырайық. Бізді өкінткені сол қынжылтқаны басқа спорт түрлерінде жоқ, біздің қара көздеріміз жоқ. Садақ ату, қазақ әншейінде мақтанады ғой, құралайды көзге атқан мерген деп. Садақ, мылтық атуда жоқ. Садақ атуда мысалы керемет спорт. Мергендеріміздің бәрі тек орманда жүр дейсіз ғой. Қалай сөз табады, құралайды көзге атқан дейді, бірақ мерген жоқ. Содан кейін мына байтақ жерді найзаның ұшымен қорғап қалды дейді, найза лақтыруда жоқ біздің спортшы. Мысалы қатты жүгіретін спорт адамды желаяқ дейді. Қандай керемет, мысалы желаяқ деген теңеу бізде ғана бар шығар, енді ол түркі халықтарында бар шығар, енді басқа елде жоқ шығар. Бірақ бірде-бір желаяғымыз жоқ мысалы. Сол желаяққа байланысты жеңіл атлетикадан аттай қалап қарамаржандарымызды алып келдік, Сол ойбай медаль әпереді, алтын әпереді, күміс әпереді деп күткен қарамаржандарымыз сол қалың топтың ішінде қалып, бір жағынан сол қалың топтың ішінде қазақтың да қара көзі қалатын еді ғой негізі. Әлеуметтік желіде көп жазады ғой, мысалы неше түрлі қызық пікірлер болады, соның ішінде жаңағы ол жарайсың, бәрін қуып алып берді деген сияқты сөздер. 16-шы келді ғой, 16-шы келді. Үмітті ақтамады. Жалпы күрес түрлерінен ғалымаға Қырғызстан бір күміс, 4 қола жүлдені еншілепті. Грек-рим күресі, еркін күресі, әйелдер күресінен біз тіпті әйелдер күресінен лицензия алған жоқпыз. Еркін күрестегі енді шыны керек Азамат Дәулетбеков пен Әлішер Ерғалиден үлкен үміт күттік. Бір алтын болмаса да медальдің шетін ұстап қайтатын шығар деп. Күрес пен боксқа әркімнің таласы бар Қазақстанда. Жігіттерге не жетіспеді жалпы? Күрескен ғой, арық балуан деген аты болған. Ғалым ағамыз ба? Арық балуан. Облыстық жарысқа барған. Рас қой? Құрдас болып келесіздер ме жалпы? Құрдаспыз. Жалпы күрес түрлерінің жаңағы енді бұл жерде мысалы Азамат Дәулетбековтің мен күресін көрдім. Брукспен күресті ғой, Арон Брукспен күресті. Бірден америкалық қатысты ғой. Ол жалпы жақсы күресті, бір ғана ұпай айырмашылығымен ұтылып қалды ғой. Ал жалпы Арон Бруксты осал жігіт емес, жастар арасында екі дүркін әлем біріншілігінің жеңімпазы, анау емес Дэвид Тейлорды жеңіп шықты ғой Америкада. Жолынан ығыстырған мықты балуан, сонымен күресіп міне тап болып. Сол жігіт финалға шықса енді Азаматтың расында да ол жанкешті, жеңіске деген жігері мол, өте намысшыл жігіт қой, оның қола медаль үшін қола медаль дәрежесіне жететін еді. Ол енді Брукс енді Арон Брукс келді да, мысалы жартылай финалда ұтып жатты, соңғы 2 секунд қалғанда біз ойладық қой, Азаматқа жол ашылды болды, 2 секунд қалғанда ұтылып қалды. Сол жағдай өкіндірді, әйтпесе Азамат біразға баратын деді. Әлішер Ерғали енді біз үлкен сенім арттық бұл жігітке арасында да. Өйткені енді қанша дегенмен Әлішер Ерғали талай ұлы дүрмектерде сылған балуан, Токио олимпиадасын көрді. Анау емес қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы Ризабек Айтмұханның өзін іріктеу осы елшілік жарыстарды жолынан ығыстырды. Сол себепті бір жақсы бабында барған шығар деп ойлағанбыз, бірақ біздің көңілімізден шығатындай өнер көрсетпеді. Ахмет Таджидиновтан таза ұтылды мәселен, ал Ризабек Айтмұхан ол балуаннан әлем чемпионатында ұпай санымен ғана ұтылған есімізде. Соңына дейін күрескен еді Айтмұхан. Тіптен Ахмет Таджидиновтың алқынып қалғанында сәтін көргенбіз мысалы. Содан кейін енді одан кейін Жұбаныш белдесуінде қатысты, Жұбаныш белдесуінде де көңіл көрсететін нәтиже көрсете алмады. Айдос Сұлтанғалиевта мысалы, Айдос Сұлтанғалиевті ұтылды мысалы, Жоламан Шаршенбекті көрсе, мысалы, ешкім мүмкіндік бермеді. Одан кейін біз Юсуп Батырмырзаев Батырмырзаевтың күресі оқпадық. Ештеңе істемей бар да әйтеуір басқа жігіттеріміз енді жарытпады. Енді грек-рим әсіресе, енді грек-римде біз енді керемет дәстүр бар ғой, соны Кеңес одағынан келатқан Валерий Рязанцев 2 дүркін олимпиада чемпионы атанған мәселен. Рязанцев, Быков, Юрий Мельниченко. Жоқ, ол Кеңес айтып отырғанда Быков бар, тағы көп болды ғой. Анисимов болды, қанша Иван тағы сондай мықты балуандар көп болды. Соның арасында біздің Жақсылық Шемпіров пен Шәміл Серіков бар. Содан кейін Кеңес одағынан кейін мысалы Дәулет Тұрхановтың өзі қандай ерлік жасағаны
енді екі бірдей олимпиадаға жүлде алды ғой, бірде күміс алды, бірде қола алды. Ол алтын ала алмаған себебін өздеріңіз жақсы білесіздер, саяси тұрғыдан шешіліп. Оңтүстік Кореяда өтіп жатқанда бір балуанымыз алтын алмай ма деп Дәулетті Кемен намға жығып берген жақсы білеміз. Мысалы Дәулет Тұрлыханов бар, одан кейін Мельниченко шықты, қаншама мықты балуандар әлем чемпионатына келсек, Манукян бар, Бақтияр Байсейітов бар, басқа да жігіттер алып жатыр ғой. Сол керемет классикалық күрестің, грек-рим күресінің мысалы тамаша дәстүрі. Бұл да бірде-бір жігітіміз былай қарасаңыз жеңіс тұғырына көтерілмек тұрмақ, тұсаукесер кездесуінде ұтылу біз үшін расында да өте нашар нәтиже болды деп ойлаймын. Сондықтан да басым бағыттағы осы біз ерекше сеніп отырған дәл осы күрес, дзюдодан басқасына ешқашса, бокс, дзюдодан басқасына ешқашса үміт ақтады деп айта алмаймыз. Өкінішке орай солай болды. Енді тағы бір Қазақстанның жалпы еліміздегі отандық көрермендердің көңілін қалдырған ол үлкен теннистегі Елена Рыбакина мен Путинцеваның санаулы күндер қалған кезде біреуі бас тартты, біреуі олимпиадаға барып тұрып шықпайтын болды. Жалпы одан соң араға 2 апта салып тым білмегендей Америкадағы турнирге аттанды. Жалпы бұған не дейсіздер? Қалай? Сонда осылай ешқандай шара қолданбай жүре беруге бола ма өзі? Қандай шара қолдануға болады білмеймін. Мысалы тоқтату керек ондай. Намыс үшін, елдің намысы үшін, көк туым үшін шықпайтын спортшы керек емес. Көк тиынға керек жоқ, көк ту үшін шықпайтын. Жалпы осы федерацияларды тізгінін меценаттарға беру қаншалықты дұрыс деп ойлайсыздар негізінде? Министрліктің жауабы айтады, федерацияға шамамыз жетпейді деп қысқа қайырады. Осы тұрғыда біздің қателік осы спортты меценаттарға беріп қойғаннан басталған жоқ па? Негізі ол бұрын басталды, ауыр атлетикадан басталды ғой. Қаншама спортшыны әкелді, Қытайға темір өткіздік та, темір көтеретіндерді алып келдік уақытша нәтиже үшін. Медаль әпереді, үкімет мемлекеттен сыйақы алады. Сол жақтардан басталды, бұл қазір сәнге айналып кетті. Енді анау Эфиопия, желаяқтар Эфиопиядан әкеліп отырмыз, енді білмеймін. Ол жерде былай ғой Шалқарым, мен өзім ойымша былай болу керек. Мысалы ол алып келген кейбір спорттарда бізде құлдырап тұрады. Соны алып келеді. Соның бір кейде бір қолдайтын да сәттер болады оны. Ол мысалы дзюдода ГНЦЦ Галбадрахты алып келді. Оған қарап қаншама қыз өсті. Мысалы Абиба Абужақынова соның 2-ші нөмірлі балуан болып жүрді, атқан цехтен кейін. Мысалы шықты. Оның артында Ғалия Тынбаева тұр мысалы. Ол да әбден пісіп жетілген, тіптен олимпиадаға баруға жетерлік ұпай қорын жинады ғой әлемдік рейтингте. Енді бір жылдары күрес бізге де тоғырлатып легионерлерді алып келді. Онымен келісем. Күреспен боксқа енді келіспеймін мысалы. Күрестен бір көтеріліп кеткен қазақ балуандары. Ауыр атлетиканы алым сөзімен келісемін мысалы. Алып келді. Ал ауыр атлетиканы мысалы айтайық. Ауыр атлетиканы өзім сол федерация істедім ғой 7 жыл. Храпатый қойғаннан кейін Филимонов болды мысалы. Филимоновтың өзі бір тұрақты жігіт болмады. Тәртібі былай айтқанда нашар болды. Жарысқа келгісі келеді, келгісі келмейді. Сол кезде тоқырау заманы болғанда алып келді мысалы легионерлерді. Ол бір жағынан пайдасы болды мысалы, қара мысалы. Оған шейін қазақтар штанг көтерсе қайда қалды мысалы, қанша олимпиада болды штанг көтерген мысалы. Өздеріңіз естіген баяғыда Рымқұлов, атын ұмытып қалдым, Рымқұлов деген бір жігіт барды олимпиадаға, Атлантаға. Баранка алды да, 3 мүмкіндігінде пайдаланылмай жарыс жолынан шығып қалды. Жоқ болды. Сол кезде алып келді. Олар басқа спортшыларымызға түрткі болды. Сол кезде емес пе шыққан. Жазира Жапарқұл мысалы шықты, Ана Нұрмағамбетова шықты, Карина Аллаваженина. Аллаваженина ол да легионер ғой. Қадабетова Карина шықты мысалы. Сонан кейін Алмас Өтешев шықты, Жаслан Қыдырбаев шықты, Владимир Седов шықты, Александр Зайчиков шықты, топырлап шықты ғой, соларға еліктеп шықты. Топырлап шықты, келсем, бірақ артынан допинг болғаннан кейін бәрі бос болды әңгіме. Жоқ, допинг болғаннан кейін ол допингтен де ол несі әңгімесі көп қой ол. Медалін қайтарып алып, үкіметтің ақшасын қайтармағаннан кейін болды деп есептеймін. Әлем чемпионаттардағы медаль бар, допингті бәрі ішеді, оның барлығын біздің Қайрат Тұрлыханов тұрған кезінде ондай әңгіме болмайтын, енді бір түркілетіп баптаған кезде солардың мысалы Қазақстан ауыр атлетикасы әлемде 2-3 орын алып жүрді ғой, Қытайға нәрсе жіберетінбіз, кейде 2, кейде 3 орын алып жүрді барлық олимпиада. Соны көре алмадықтар, мысалы олигархты алып қойды Қайрат Тұрлыхановтан тізгінді. Сол кісілер кеткеннен кейін міне допинг дауы басталды. Ол жерде көп жұмыс істеу мәселесі бар ғой, әлемдік қауымдастықпен оның бәрі, соның бәрінің кесірін келді. Ал жаңағы теннисшілер әрине екеуі ауырып қалды жарыс басталмай тұрып. Бірақ сап-сау болып шығып, мына Цинциннатида турнирде қатысып жатыр мысалы қазір. Содан кейін бәрің ауырып қалғаны дұрыс болмайтын шығар деп Бублик пен
жаңа жұптық бәсекеге қосты екеуін. Ол екеуі енді ырғымын жасап бірінші кезеңнен кейін шықты. Әрине ол теннисшілер үшін олимпиада маңызды емес. Оның үстіне жаңағы легионерлер үшін қазақтың көк туы құны 5 тиын. Сондықтан да ол өте қиын жағдай болды өйткені. Мысалы артынан ереді деп болса ғой, патриоттар ереді. Ол егер көк тудың астынан шықпаса. Негізі Рыбакинадан алтын күтті ғой енді. Ол қазаққа келген бір жақсы легионер зау деп жаңағы айтқан шығар оларға. Шықпайсыңдар. Орыстар айтқан жоқ, олар орыстарға бағынбайды ғой, олар ақшаға бағынады. Олар теннисшілер деген, ол даже сборный үшін олған ешқандай мәні жоқ, маңызы жоқ оларға. Ол теннисшілер деген өте көп ақша табатын адамдар, олар бағынбайды ешқандай министрлікке, ешкімге бағынбайды. Керек болса өз ақшасына барып ойнай беретін адамдар олар, оларға құны 5 тиын олар. Ешқандай мемлекет оған диктовать ете алмайды. Қазақстан нетпесе ойнай салады, басқа Қырғызстан үшін ойнай салады, оның ешнәрсе кетіп бара жатқан жоқ. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қайтпек керек қазақ спортына. Жанашыр азаматтар ретінде не айтасыздар? Енді сіз үлкен реформа керек екенін көрсетті. Жаңағы Токио олимпиадасын біз коронавирус дедік, анау дедік, мынау дедік, бір нәрсеге жаптық, әйтеуір сылтау табылды ғой. Коронавирус бірақ Қазақстан ғана емес, бүкіл әлемде болды ғой, жер жаһан жайлады. Енді жарайды, соған сілтедік, жаған сендік. Бірақ енді Париж олимпиадасына не көрді? Біз айтып отырмыз ғой, жаңа сөзімді қайталаймын, Қазақстандай іргелі мемлекет үшін 7 жүлде алу, жарыс кестесінде ана қалың топтың арасында жүр. Ол деген өте аздық етеді. Осындай мүмкіндікпен, осындай немен. 43-ші орында. Қазір жазылып тұр ғой, Қырғызстанның бюджеті қанша, Өзбекстанның, алысқа бармайық. Біз енді көршілерімізбен ғана салыстырайық. Ана бір қайда? Санта-Люсия ме? Сол мемлекет бар, алтын алып тұңғыш рет өз тарихында. Ол қай жер екенін ешкім де білмейді. Ботсвана алды, анау Африкада мысалы ашаршылықтан көз ашпай жатқан мемлекет. Қарап отырмыз, мысалы, любой спорт түрлерін салыстырсақ, мәселен айтайық. Мысалы, жарайды, бокс кетті дейді Өзбекстан. Қырғыздың бір жігіт, бірақ спортшы келіп, бапкер сол да жүлде алып кетті. Мысалы, дзюдоның өзін қараңыздар. Дзюдо күресінің тарихында мысалы бір тұңғыш олимпиада чемпионы шықты. Қаншама мықты дзюдоны бақылап жүрген Армен Багдасаров болды, Рашид Сабиров болды, Абдулла Тенгриев болды, Диорбек Оразбоев болды. Неше түрлі мықты сайдың тасында жігіттер болды, бірақ алтын алу бақыты Дюра Келдерова қызға бұйырды мысалы. Қарап отырсың, дзюдодан да олар бізден озып кетті, расында да 5-ші орын алды, біз 7-ші орын алдық командалық есепте. Одан бөлек тәжіктің өзі мысалы жоқшылықтан мысалы экономикалық жағдайы нашар, тәжіктің өзі 2 қол алды. Самон Махмадбеков пен екінші Тимур Рахимов мәселен. Қарап отырсақ, мысалы Қырғыздың өзі айтып отырсыз, мысалы 4 медаль алды деп. 4 ме, 5 ме? 5 алды. Бір күміс, 4 қол алды. Сол жағынан күрес түрлерінен, бар жағынан да енді сапасы жағынан төмен болғанымен, бірақ ұтылып жатырмыз ғой көп жағдайда. Медаль саны бойынша ұтылып жатырмыз, оны мойындау керек. Қынжылтады әрине. Ал спортшыларға өкпелейтін жан жоқ. Мысалы, тіптен 96 жылдар өзі ел экономикалық дағдарыста бас көтере алмай жатқан жағдайдың өзіне қалай көтеріліп спортшылардың мысалы, оларда ақындар секілді ғой. Өте жақсы халықтың алдында жүретін, қошеметіне бөлетін табыстар өте жақсы басқа саламен салыстырған. Сондықтан да міне велоспорттан мәселен ала алмағанымыз қандай қынжылтады. Мысалы Александр Астана деген велоклуб құрды, мықты қыруар қаржы жұмсап жатыр. Миллиардтар жұмсап. Жаңағы легионерлер дейміз ғой, алды оның легионер сапында Тур де Франста, Вуэльтада топ жарған спортшылар бар, бірақ оған қазаққа пайдасы тимеді. Одан біз сендік қой, содан кейін соларға елікте бір жастар жарқ етіп шыға ма деп шыққан жоқ. Жарайды, Луценко бар дейді, ал Луценко не бітірді, сол Азия деңгейіндегі жарыстардан аса алмады. Сол секілді жаңағы медальдар жиынтығы көп сарапқа салды, жаңа Шалғар айтып отыр ғой, тіптен легионерлер таңдау мәселесінде біз қателік жіберіп отырмыз. Қараңыздаршы. Жаңағы қанша 47 ма медаль жиынтығы сарапқа салды? Жеңіл атлетика 48 медаль. 24 ерлер, секіріп жазбады, не секіре алмайды, не лақтыра алмайды, не жүгіре алмайды. Бір Майкл Фелпстің болса болды ғой, мысалы қарап отырсақ. Суға жүзуден. Жүзу спорты мәселен. Баландин айды аспанға бірақ шығарып Рио олимпиадасының алтын алғанда шынында да бұл нағыз сенсация, көкесі сол болды ғой. Сол Баландиннің жолын жалғастыра ма дедік, Әділбек Мұсинға сендік, бірақ оның шама шарқы жетпеді. Сондай спорт түрлері бар. Ескек есуді құртып алдық. Кезінде енді ескек есуден еш уақытта олимпиадада жүлде алған жоқпыз, бірақ Азияда, мысалы Азия ойындарында біз 5 алтын, 6 алтын алатынбыз кезінде. Ескек есуде де көп өте 12 ма, 12 жүлде жиынтық сарапқа салынады ғой. Соның тең жартысын Қазақстан алатын. Қазір тіптен олимпиаданы айтпағанда Азияның өзінде 1 алтын, 2 алтын ары кетсе. Сонымен шектеліп жүрміз Азия ойындарында мәселен. Сондай спорт түрлерін. Көгалда хоккейді құрттық. Кезінде мықты болған Қазақстан көгалда хоккейде.
сондай спорт түрлерін құлдыратып алғанымыз. Енді қуантарлық, сенсациялық мені жоқ күтпеген нәтижелер болды. Мәселен, тарихта қалатындай, мәселен, Ислам Сәтбаев іс тындырды деп айтуға болады. Бізде енді содан кейін құз көрмелеуде аяғы тайып кетті ана жігіт, не? Мықты екен ол да. Анар ма? Иә. Иә, Ол спортты да дамыту керек екен. Керемет. енді жалпы алдағы уақытта енді келесі олимпиадаға қалдырып қояйық. Топырлаған медальдар болады шығар деп үміттенеміз. Енді беренде бұйыртса сұхбаттар әрі қарай жалғасын таба ма ғалым аға? Алла қаласа бәрі дұрыс болсын. Бұйыртса көрерменге уәде берейік. Көрерменге қаһармандар көп қой қазақтың, солардан үлгі алатындай мамандарымыз бар, өзінің салиқалы ойы бар, айтары бар, тіліп тұрып айтатын, жылатып тұрып айтатын сондай мамандарымыз бар. Солардың бәрін сөйлетсек, бізге беренге әрқашанда бір күн біздің кейбір пікірлерімізбен келіспей жатқан адамдар болса, мәселен біз дұрыс айтпадық, журналистердің айтқан дұрыс емес деген ой болса, міне береннің есі әрқашан ашық, барлығын пікірін тыңдап, барлығын осылай біздің беренге қонаққа шақырамыз. Егер оған өз ойы болса, айтатын батылы жетсе деп айтамыз. Шыны керек, көп мамандар былай сөйлегенмен, бірақ осы көпшілік алдында келіп осындай ойын айта алмайды. Камера қосылған кезде мамандар қалатындар көп, иә, шыны керек. Сондай мамандарды біз іздейміз, сондай спортшылар болса, біз әрқашанда беренге қонаққа шақыруға лайықпыз. Солармен сұхбат дүкен құрып, жақсылап пікірлесуге, дидарласуға. Шалқар естен досыңыз беренде футбол тақырыбында подкасттар түсірмек. Оған қалай қарайсыз? Өте дұрыс. Шалқар енді 8 қырлы, 1 сырлы жігіт қой. Ол жігіт бұл әрбір мәселені шешетін жігіт. Мысалы, бокста да жүргізе алады, футболда да жүргізе алады. Әр мәселені қиыннан қиыстыра білетін жігіт қой. Ол қандай Осы қызметті көрермен, ешкім ұтылмайды. иә, осы бір қос алпауыт спорт журналистерімен бұйыртса беренде көптеген бағдарламалар шығарамыз деп ойлаймыз. Бүгінгі сұхбат ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып қойыңыздар. Міндетті түрде біздің Instagram, TikTok желісіндегі парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. YouTube желісіндегі берен арнасына жазылуды еске саламыз. Сіздермен бірге бүгін қонақта болған спорт журналистері, спорт комментаторлары Ғалым Сүлеймен және Шалқар естен, мен Абылайхан Палмағанбет. Спортшыларымыз еліміздің көк туын көкте желбірете берсін. Аман сау болыңыздар.